Мен бұл ертегілердің бәрінен керемет ой түйдім. Бірінші ертегі патша мен бұлбұл ертегісі. Ол ертегіден бірінші достың қадірін, ал екінші ата бабамыздың 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деген мақалын, ал үшіншіден шын адамзатты титтей затқа айырбастамауды түсіндім. Ал екінші ертегі бізде ұртықпақ ертегісінде ұрлық жасамауды және ата бабамыздың ұрлық түбі қорлық деген мақалының мағынасын түсіндім. Ал үшінші ертегі түлкі тасбақа және кене, ол ертегіден бөлісіп жеген нан тәтті дегенді түсіндім. Және төртінші ертегі ол бізде қаңбақ. Ол ертегіден мен күшке ғана емес ақыл-ойға сенуді үйрендім. Ал бесінші ертегі алтын сақа ертегісі. Ол ертегіде өз өміріңді біреудің өміріне сатуға болмайтынын түсіндім. Ал алтыншы ертегі ол бізде шық берме шығайбай. Ол ертегіден ешқашан біреудің затын алуға болмайтынын, егер сен өйтіп біреудің затын алатын болсаң, өз досыңда сені сатып кетуі мүмкін. Олар ертегі оқып, көңілді болып, және онымен қоса мақал-мәтелдің мағынасын түсініңдер.